3, 2, 1. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге Қожа Насырдың хикаяларын айтатын боламын. Бірінші хикаясы Қожа Насыр мен бақша иесі. Қожа Насыр бір бақшаға кіріп, бақшадағы жемістерді жұлып, қабына салып жатқанда, бақша иесі үстіне шығып қалып, «Ей, сен мұнда не істеп жүрсің?» дейді. Қожа Насыр саспастан жаңа бір қатты құйын тұрып осында ұшырып әкеп тастады. Өзімнің де басым әңкі-тәңкі болып тұр. Ағайын, тым қатты айқайламашы, дейді. Ал сені мұнда жел көтеріп әкеп тастаса, мына жемістерді кім жұлып тастады? Дейді бақша иесі. Мен құйын домалатып жүргенде қарманып қолыма түскен ұстап едім. Мүмкін сонда жұлынып кеткен болар, дейді қожа. О да, солай болсын. Ал мына қапқа жемісті толтырғанда жеме, дейді бақша иесі. Апырмай, осыған мен таңғалып тұр едім. Сен де дұрыс аңғардың-ау. Бірақ осында мені көтеріп әкеп тастаған құйынға бір қап жеміс бұйым ба, сірә жел көтеріп әкелген маңайдағы бір пақырдың еңбектеп жинаған қауыны мен қабы болар. Мен арқалап алып кетермін, дейді қожа. Келесі хикаясына көш. Оған саспай қой. Қарызға белшесінен батқан бір кісі қожаға айтыпты: мойнымдағы қарыздарды үзгенше Әзірел жанымды алып қоймаса жарар еді. Қожекең оған көңілін көтеріп, сенің қарызың үзіліп біткенше Әзірел қартайып жаныңды алуға да күші жетпейтін болар. Оған саспай қой, депті. Келесі хикаясына көш. Қожа Насырдың қой сойып алуы. Қожекей көшеде адасып жүрген бір қойды үйіне әкеп сойып алады. Және оны сырқып бір жолдасына айтады. Жолдасы Қожекеңе: қияметке барғанда не деп жауап бересіз, дейді. Танамын. Мен жегенім жоқ, деймін. Жоқ, тана алмайсыз. Қойдың өзі келіп куә болады ғой. Қойдың өзі келсе тіпті жақсы болатын еді. Ұстап алып иесіне беретін едім, депті Қожа Насыр. Сау болыңыздар.